Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы пастереллез ауруы. Сабағымыздың мақсаты пастереллез ауруының қоздырғышын, жұғу жолдарын, клиникалық белгілерін, диагноз қою әдістерін, емдеу және алдын алу шараларын меңгеру. Пастереллез жіті өткенде өлі тиюдің белгілерімен, ал жітілу және созылмалы кезінде өкпені қабынуымен ерекшеленетін сүт қоректілер мен құстардың көптеген түрлері ұшырайтын жұқпалы ауру. Қоздырғышы пастерелла мультацида оншалықты ірі емес, грамм теріс қозғалмайтын, спора түзбейтін, жеке-жеке кейде жұпталып, сирегірек қысқа тізбек түрінде орналасатын бактерия. Пастереллезбен, яғни ірі қара мал, шошқа, қой, үй қояндары, құстар, жабайы жануарлар шалдығады. Пастереллез тыныс алу жолдарын, ас қорыту жүйесінің кілеге қабықтарында үнемі мекендейді. Яғни организм әлсіреген кезде санитарлық жағдайлар сақталмағандықтан суыққа шалдығудың, шаршап қалжыраудың, аштыққа ұшыраудың, жем-шөпте витаминдердің жетіспеу салдарынан және басқа да стресс себептерінің әсерінен микробтардың патогендігі күшейіп, олар ауру тудырады. Пастереллез геморрагиялық септицемия жануарлардың көптеген түрінде де кездеседі, сонымен қатар адамда да болатын жұқпалы ауру. Қоздырғышы ауру немесе ауырып жазылған жануарлар организмде болатын пастерелла бактериясы. Пастереллез аэрогенді және алиментарлы жолмен жұғады. Пастереллезбен ауырған малдың тынысы, ішек-қарын жолдарының кілеге қабықтары ісініп, дене қызуы көтеріліп, жем-шөптен бас тартып, тамыр соғуы, тыныс алуы жиілейді. Тыныс алу жолдары қабынса, танауынан іріңді сұйық ағады, көзі конъюнктивит болады, тыныс алуы нашарлап жөтеледі, ішек-қарынның кілеге қабығы қабынса, іші өтіп әлсірейді, басы, мойны ісінеді. Ауру асқынса, мал өлімге әкеледі. Аурудан қалай сақтандырамыз? Яғни қоражайларды таза ұстаймыз, малдың күтімін жақсарту керекпіз, малдәрігерлік санитарлық шараларды қатал сақтауымыз керек. Ал емдеуге келетін болсақ, ауру малға ем, сары суын егу, антибиотиктер, сульфаниламид дәрілерін ішкізу емін жасаймыз. Адам пастереллезға шалдықса, қабынған жер абсцесс немесе флегмона түрінде өтуі мүмкін. Балауға келетін болсақ, пастереллез көп жағдайда басқа аурулармен қабаттасып жүреді, сондықтан оны балауға індеттанулық, клиникалық, патанатомиялық, бактериологиялық әдістерді жүйелі түрде қолдану қажет. Давалау шараларына келетін болсақ, жануарларды дұрыс бағып күту, дұрыс азықтандыру, оларды жасына, жынысына сәйкес жеке ұстау керекпіз. Организм әлсіреуіне душар ететін әртүрлі стресс факторларды тудырмау керекпіз. Аурудың шалдығуына қауіп төнсе, жануарларды арнайы вакциналармен иммундау керекпіз. Сақтандыру шараларында індет ошағына шектеу қою, аурулардың сауларынан оқшаулау, ауру шалдыққандарын арнайы гипериммунды қан сары суымен және антибиотиктермен, басқа да симптоматикалық дәрілермен емдеу, емдеуге жарамсыздарын сою, етін қайнатып қолдану, сауларын және қатер төнген аймақтағы бейім жануарларды вакцинациялау, індет ошағында тежеу дезинфекциясы жүргізуіміз қажет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.